Менлик инқилабы вақытында yapılған граффитилерінің сіленмесі бойынша жинайы ішлер açılды. Бұны Украинаның баш прокуроры Юрий Луценко білдірді. Хатарлатқаны кебі 2014 сенесі февраль айында юз берген наразылықлар вақытында Крушевскага соқағы районында арби әрекетлерінің кечірілген ве инсанларының күтлеви суретте өлдірілген ерлері медени асабалық объектлеріне айт. Олардың бозылығы яды yok етілмесі үшін жинайы мәсулиетлік назарда тұтыла. Айны вақытта беди лейхаларының ребері Геолеросының айтқаны кебі, yok етілген ресімлер ғайрыдан япылыр. Ишлер енді базар әртісі күні сентябрінің 4-інде башлар. Хатырлатам, яқында Грушевского соқағында ерлешкен бина огунден Украина әдебиетінің классиклері Тарас Шевченко, Леся Украинка ве Иван Франконың суретлеріні сілділер. Оларны социопатлаға бұйлем белі олған ресам Менлик инқилабы вақытында япқан еді. Бүгін бір қач фаали диварлары үстінде граффити чизілген тюккенің янында наразылықны кечірді. Мүлкінің бозылығы да юз берді. Пенжереве қапулар сынырылды. Дивар витриналар бояланылды. Полиция хадимлері инсанларыны тынчыландырды. Киевнің сәкенлері граффитінің яныдан япылмасына қол тұта. Олған вақаны есе вандализм оларақ танылар. Это вандализм даже по закону. Канун бойынша біле вандализм, чүнки олар инде тарихи бедесі олара қайдетілгені ве әлбетте ке мүмкін олмаған бір шей. Ве қатыраны сақламаға керек олғаныны анлаған тарих Буттек София Киевска олмағаныны анлаған инсанлар бар. Яқында олған әдиселерді тарихтыр. Бұны ақларында тұтмасалар, тарих кене текрарланacak. Историчный постати Леся Украинка Иван Франко. Мында Грушевского соқақында он дортенесі қышта бірчок инсан вефат етті. Вебу тарихи сымарлар Леся Украинка, Иван Франко, Тарас Шевченко, земане қараманлары, құршынларға таба, системаға қаршы кеткен фаалер оларақ әбеделештірілді. Ақларыны қорчалап, инкілап темсәлері олдылар. Бүгін бұ түкән бар, ярын жоқтыр. Бұ фрескалар ісе инкілап темсәледір. Оларының жоқ етілмесі ақлақсыз жинайеттір.